Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгінгі күн 31 тамыз, жаздың соңғы күндерінің бірі. Бұл күн ерекше мүмкіндіктерге, қуанышқа және жаңа бастамаларға толы болады. Әр жұлдыз белгісі өз өмірінде маңызды сәттерді сезінуі мүмкін. Үшін қажететін денсаулыққа да көңіл бөліп, ішкі жан дүниені тыныштықпен толтыруға тамаша уақыт. Бүгінгі жұлдыз жорамал сізге мотивация, шабыт және сенімділік сыйламақ. Армандарыңызға жақындайтын бір қадам жасаудан қорықпаңыз. Тоқтылар үшін бүгінгі күн ерекше шабыт пен сергектік әкеледі. Тамыз айы сіз үшін өте қарқынды болды, ал соңғы күні өз жемісін бергелі тұр. Бүгін сіздің ішкі энергияңыз артып, алға қойған мақсаттарыңызға сенімді қадам басуға дайын боласыз. Жұмыс пен қаржыда бүгін жаңа ұсыныстар мен күтпеген табыстар орын алуы мүмкін. Бұрыннан ойлап жүрген жобаңызды бастауға қолайлы сәт. Әріптестеріңізден қолдау тауып, басшылықтың сеніміне ие боласыз. Қаржылай тұрғыда кішігірім өсім байқалады. Махаббат пен қарым-қатынаста жақындарыңызбен жылы әңгімелер құрып, сүйікті адамыңызға көңіл бөлуге тамаша күн. Жалғыз тоқтылар үшін бүгін ерекше таныстыққа себеп болатын сәттер туады. Жүрегіңізді ашық ұстасаңыз, тағдыр күтпеген сыйын жасайды. Денсаулық пен көңіл күйде сіз үшін спортпен шұғылдану, серуенге шығу немесе табиғат аясында уақыт өткізу пайдалы болмақ. Энергияңыз тасып тұрғандықтан, оны дұрыс бағытқа жұмсау маңызды. Қорытынды: 31 тамыз тоқтыларға үлкен мүмкіндіктердің есігін ашатын күн. Жаңа айға сенімді әрі қуатты қадам жасау үшін бүгінгі күнді барынша пайдаланыңыз. Торпақтар үшін бүгінгі күн тұрақтылық пен сенімділік әкелетін ерекше сәт болады. Сіз кейде асықпай, бәрін жоспарлап жасағанды жақсы көресіз, ал бүгінгі күн дәл сондай тәртіпке сай келеді. Тамыздың соңғы күні сізге тыныштық сыйлап қана қоймай, жаңа мүмкіндіктерге де жол ашады. Жұмыс пен табыс. Торпақтар үшін бүгін кәсіби салада тұрақтылық сақталады. Бұрын бастаған жұмысыңыздың жемісін көріп, өз еңбегіңізге қанағат сезіммен қарайсыз. Жаңа айға қарай сізге қосымша табыс көзі немесе тиімді ұсыныстар түсуі мүмкін. Бұл күн болашағыңызға қаржылай мықты негіз қалау уақыты. Махаббат пен қарым-қатынас. Жақындарыңыз сізге ерекше жылы сөздер айтып, көңіліңізді көтереді. Егер жүрегіңіз бос болса, бүгін романтикалық кездесу мүмкіндігі жоғары. Ал отбасылы торпақтар үшін сыйластық пен мейірімділік күшейетін күн. Қарым-қатынаста тыныштық орнайды. Денсаулық пен көңіл күй. Бүгін өзіңізге демалыс сыйлағаныңыз дұрыс. Шамадан тыс шаршауды болдырмау үшін табиғатқа шығып, таза ауамен тыныстаңыз. Сіздің бойыңыздағы позитивті энергия өзгелерге тарайды. Қорытынды: 31 тамыз торпақтарға ішкі үйлесім мен тұрақтылық сыйлайтын ерекше күн. Сіз жаңа айға үлкен жоспармен қадам басасыз. Егіздер үшін бүгінгі күн жеңіл әрі шабытқа толы болмақ. Сіз әрдайым қозғалыста жүретін жансыз, ал 31 тамыз сізге жаңа идеялар мен қызықты жаңалықтар сыйлайды. Бұл күнде бір орында тұрмай, жаңа бағыттар іздеу сіз үшін ең дұрыс шешім болады. Жұмыс пен табыс. Бүгін ойыңызға келген идеялар болашақта табысқа бастайтын жол болуы мүмкін. Қарым-қатынасыңыз кеңейіп, жаңа таныстықтардан пайдаласыз. Егер шығармашылықпен айналысаңыз, тың жобаларға шабыт аласыз. Қаржы саласында да кішігірім пайда күтіледі. Махаббат пен қарым-қатынас. Егіздер үшін қарым-қатынаста ерекше сәттер күтіп тұр. Сөзіңізбен адамдарды баурап алатын күніңіз. Жалғыз жүргендер үшін тосыннан романтикалық таныстық болуы мүмкін. Ал жұптары бар егіздер үшін көңілді әңгіме, ортақ жоспар құруға қолайлы сәт. Денсаулық пен көңіл күй. Бүгін сіздің энергияңыз ерекше жоғары болады. Дене белсенділігін арттыруға, спортпен айналысуға жақсы уақыт. Шаршасаңыз да көңіл күйіңізді тез қалпына келтіресіз. Қорытынды: 31 тамыз егіздер үшін қарым-қатынасты нығайтып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын күн. Сіздің оптимизміңіз айналаңыздағы адамдарға да жұғады. Шаяндар үшін бүгінгі күн жүрек жылуы мен отбасыға, жақын адамдарға арналатын ерекше сәт.
Сіз табиғатынан қамқор әрі сезімтал жансыз, ал бүгінгі энергия сізді бұрынғыдан да жұмсақ, мейірімді етеді. Жұмыс пен табыс. Жұмыс орнында жайлы атмосфера орнайды. Әдеттегі міндеттерді жеңіл орындайсыз. Қаржы саласында күтпеген жерден кішігірім пайда түсуі мүмкін. Егер жаңа бастама ойлап жүрсеңіз, бүгін алғашқы қадам жасауға тамаша уақыт. Махаббат пен қарым-қатынас. Отбасылық береке сіздің басты қуанышыңыз. Жақындарыңызбен уақыт өткізу, жылы әңгіме, естеліктерді бөлісу жаныңызды тыныштандырады. Жалғыз жүргендер үшін жүрегіңізді жаулап алатын жанмен танысуға мүмкіндік тумақ. Денсаулық пен көңіл күй. Бүгін тыныштық пен ішкі үйлесім сіз үшін маңызды. Табиғатта серуендеу, таза ауада демалу, жеңіл музыка тыңдау жақсы әсер береді. Қорытынды. 31 тамыз шаяндар үшін жүрекке жақын адамдармен бірлікті сезінетін күн. Сіз өз мейіріміңіз арқылы өзгелердің көңілін көтеріп, жан дүниеңізді де байтасыз. Арыстан. Арыстандар үшін бүгінгі күн жарқырайтын, өз дарынын көрсететін, көпшілік алдында мойындалатын ерекше сәт. Сіздің харизмаңыз бен табиғи көшбасшылық қабілетіңіз бүгін бұрынғыдан да күштірек байқалады. Жұмыс пен табыс. Іскерлік мәселелерде батыл шешім қабылдап, табысқа бір қадам жақындайсыз. Қаржылық жағынан күтпеген мүмкіндіктер ашылуы ықтимал. Егер шығармашылықпен айналыссаңыз, бүгін шабыт ерекше мол болады. Махаббат пен қарым-қатынас. Жақындарыңыз сіздің қамқорлығыңызды сезініп, сізге ерекше көңіл бөледі. Жұптағы арыстандар үшін романтика күшейіп, жылы әңгімелермен бірге өткізілген уақыт жүректі қуантады. Ал жалғыз жүргендер өзіне назар аудартатын ерекше жанмен танысуы мүмкін. Денсаулық пен көңіл күй. Энергияңыз тасып тұр. Спортпен шұғылдану, белсенді қимылдау денеңізге де, жаныңызға да пайда келеді. Тек артық күш жұмсамауға тырысыңыз. Қорытынды. 31 тамыз арыстандар үшін жарқырап, өзіңізді көрсетуге, армандарыңызға қадам басуға қолайлы күн. Сіздің оптимизміңіз айналаңызға қуаныш сыйлайды. Бикеш. Бикештер үшін бұл күн тәртіп пен ұқыптылықтың, жоспар мен нақты қадамдардың жемісін көруге арналған ерекше уақыт. Сіз бүгін ұсақ түйекті де байқап, бәрін әдемі етіп ретке келтіре аласыз. Жұмыс пен табыс. Іскерлік салада жаңа мүмкіндіктер ашылады. Жауапкершілігіңіз бен еңбекқорлығыңыз сізді алға жетелейді. Жұмысыңызда бастық не әріптестер тарапынан мақтау есту ықтимал. Қаржылық тұрғыдан да пайдалы ұсыныстар алуыңыз мүмкін. Махаббат пен қарым-қатынас. Жақындарыңызға деген қамқорлығыңыз күшейеді. Сізге сенім артып, сырын ашатын адам табылады. Отбасында жылы әңгімелер, түсіністік пен махаббат артады. Жалғыз жүрген бикештерге тағдыр күтпеген кездесу сыйлауы мүмкін. Денсаулық пен көңіл күй. Бүгін өзіңізге назар аударуға қолайлы күн. Денеңізді сергітіп, таза ауада серуендеп, дұрыс тамақтануды ұмытпаған жөн. Ішкі гармонияңызды тапсаңыз, көңіл күйіңіз де көтеріледі. Қорытынды. 31 тамыз бикештер үшін еңбек пен табыстың, махаббат пен үйлесімнің күні. Сіздің ұқыптылығыңыз сізді алға жетелейді, ал жүрегіңізге жақын адамдар сізге шабыт береді. Таразы. Таразылар үшін бүгінгі күн тепе-теңдік пен үйлесім іздейтін ерекше уақыт. Сіздің жаныңыз әдемілікке, махаббатқа және үйлесімге ұмтылады. Бүгін кез келген шешім қабылдауда жүрегіңіз бен ақылыңызды тең ұстай білесіз. Жұмыс пен табыс. Іскерлік салада жаңа келісімдер мен серіктестік орнатуға тамаша күн. Әңгімелесу, келіссөз жүргізу, ойыңызды нақты жеткізу қабілетіңіз жоғары болады. Ақша табудың жаңа жолдары да ашылуы ықтимал. Махаббат пен қарым-қатынас. Қарым-қатынаста романтика мен нәзіктікке толы сәттер күтіп тұр. Сүйген адамыңызбен арадағы жылы әңгіме сізді шабыттандырады. Отбасында татулық пен түсіністік артады. Жалғыз таразылар үшін жүректі елжіретер жаңа таныстық пайда болуы мүмкін. Денсаулық пен көңіл күй. Бүгін ішкі тыныштық пен жан гармониясын сақтау маңызды. Музыка тыңдап, табиғатты серуендеу сізге жақсы әсер етеді. Өзіңізге ұнаған іспен айналысу қуат пен жігеріңізді арттырады. Қорытынды. 31 тамыз таразылар үшін әдемілік пен үйлесімнің, махаббат пен шабыттың күні. Сіз айналаңызға жарық пен мейірім сыйлайсыз, ал ол сізге еселеніп қайтады. Сары шаян.
Саршаяндар үшін бүгінгі күн күш пен табандылықтың, сондай-ақ ішкі өзгерістердің уақыты. Сіздің табиғи интуицияңыз ерекше жұмыс істейді, сондықтан маңызды шешім қабылдауда жүрегіңізді тыңдаңыз. Жұмыс пен табыс. Бүгін сіздің табандылығыңыз жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Қиындықтардан қорықпай, батыл қадам жасасаңыз, нәтижесі керемет болмақ. Ақша табуда күтпеген табыстар немесе бұрынғы еңбегіңіздің жемісі келуі мүмкін. Махаббат пен қарым-қатынас. Сезімдеріңізді жасырмай, шынайылық танытатын күн. Қарым-қатынастағы құштарлық пен терең түсіністік сіздің байланысыңызды нығайтады. Ал жалғыз саршаяндар үшін жаңа таныстық ерекше тағдырлы болуы ғажап емес. Денсаулық пен көңіл күйі. Энергияңыз өте жоғары болады. Спортпен шұғылданып дене белсенділігін арттырсаңыз, өзіңізді жеңіл әрі қуатты сезінесіз. Эмоцияңызды дұрыс арнаға бағыттасаңыз, күні бойы күш-қуатыңыз сарқылмайды. Қорытынды. 31 тамыз саршаяндар үшін табандылықтың, құштарлықтың және жеңістің күні. Сіз қай салада болмасын өз күшіңізді көрсете аласыз, тек батылдық танытыңыз. Мерген. Мергендер үшін бүгінгі күн жаңа идеялар мен шабытқа толы кезең. Сізге еркіндік пен кең ойлау аса қажет болады. Армандарыңызға қанат бітетіндей, болашаққа нақты жоспар құруға тамаша мүмкіндік бар. Жұмыс пен табыс. Іскерлі қарым-қатынастар мен жаңа жобаларда сәттілік серік болады. Бүгінгі күні ойға алған бастамаларыңызды жүзеге асыруға қолайлы уақыт. Күтпеген табыс немесе пайдалы ұсыныс келуі мүмкін. Махаббат пен қарым-қатынас. Қарым-қатынаста ашықтық пен шынайылық маңызды рөл ойнайды. Жақыныңызға жылы сөз айту, қамқорлық таныту араларыңыздағы байланысты тереңдете түседі. Ал жалғыз мергендер үшін жаңа таныстық романтикаға ұласуы ықтимал. Денсаулық пен көңіл күйі. Бүгінгі күн бойы қуатыңыз мол болады. Ашық ауада серуендеу, саяхатқа шығу, немесе спортпен айналысу сізді ерекше сергітеді. Жаңа әсерлер сіздің рухыңызды көтеріп, ойыңызды кеңейтеді. Қорытынды. 31 тамыз мергендер үшін еркіндікті сезініп, өз армандарын жүзеге асыруға тамаша күн. Жаңа мүмкіндіктерге ашық болыңыз, сонда табыс пен бақыт сіздің жолыңыздан табылады. Тәуешкі. Тәуешкілер үшін бүгінгі күн еңбекқорлық пен табандылықтың жемісін көруге тамаша сәт. Сіз бұрын бастаған ісіңізден нәтиже алуға немесе жаңа биіктерге қадам жасауға дайынсыз. Жұмыс пен табыс. Бүгін қаржылық жағдайыңызға оң өзгерістер әкелетін жаңалықтар болуы мүмкін. Іскерлік келісімдер, жоба бастау немесе мансапқа қатысты ұсыныстар табысқа жетелейді. Жауапкершілікті дұрыс қабылдасаңыз, табыстың есігі айқара ашылады. Махаббат пен қарым-қатынас. Отбасылық мәселелерді шешуге қолайлы күн. Жақындарыңыз сіздің ақылыңызға жүгінуі мүмкін. Ал жалғыз тәуешкілерге жүрек қақпасын ашатын ерекше адам жолығуы ықтимал. Ашық болыңыз, махаббат сізді күтуде. Денсаулық пен көңіл күйі. Көп жұмыс істеп, денсаулығыңызды ұмыт қалдырмаңыз. Бүгін дұрыс тамақтану мен демалыс аса маңызды. Таңертеңгі серуен немесе тыныш йога сіздің ойыңызды жинақтап, күш-қуатыңызды арттырады. Қорытынды. 31 тамыз тәуешкілер үшін табысқа жетудің, беделді арттырудың күні. Еңбегіңіз ақталып, алға қарай сенімді қадам жасай аласыз. Су құйғыш. Су құйғыштар үшін бүгінгі күн ерекше шабыт пен жаңа идеяларға толы болмақ. Сізге аспаннан түскендей ойлар келеді, оларды іске асыруға мүмкіндік туындайды. Жұмыс пен табыс. Шығармашылық немесе инновациялық салада жүргендер үшін бүгінгі күн жемісті өтеді. Жаңа жолдарға ұсыныстар түсіп, табыс көзі артуы мүмкін. Ақшаға байланысты күтпеген жақсы жаңалық келеді. Махаббат пен қарым-қатынас. Бүгін жақындарыңызбен сырласуға, сезімді ашық айтуға қолайлы күн. Сүйгеніңізге тосын сый жасасаңыз, арадағы байланыс нығаяды. Ал жалғыз жүрген су құйғыштар жаңа таныстық арқылы ерекше сезімге бөленеді. Денсаулық пен көңіл күйі. Энергияңыз тасып тұр. Дегенмен артық ойлау мен ұйқысыздыққа жол бермеңіз. Спортпен шұғылданып, таза ауада серуендеу сізге күш береді. Қорытынды. 31 тамыз су құйғыштар үшін арманды іске асыруға, ойдағы жоспарды жүзеге асыруға қолайлы күн. Балықтар.
Балықтар үшін бүгінгі күн ерекше нәзіктік пен рухани тереңдікке толы болмақ. Жүрегіңіз сезімтал, ойыңыз таза болғандықтан айналаңыздағы адамдар сізге тартылады. Жұмыс пен табыс. Бүгін сіздің еңбегіңіз бағаланып, жаңа мүмкіндіктер есігі ашылады. Ақшаға байланысты күтпеген табыс болуы мүмкін, қарыз қайтарылуы немесе қосымша табыс табуыңыз ықтимал. Шығармашылықпен айналысатын балықтар үшін нағыз сәтті күн. Махаббат пен қарым-қатынас. Сезіміңізді жасырып қалмаңыз, бүгінгі айтылған жылы сөз жүрекке жетеді. Отбасылы балықтар үшін махаббат отын қайта жағып, түсіністікті арттыруға қолайлы сәт. Ал жалы жүргендер үшін романтикалық кездесу күтіп тұр. Денсаулық пен көңіл күй. Жан дүниеңіз тыныштықты қалайды. Музыка тыңдау, табиғат аясында серуендеу сіздің ойыңызды тазартып, күш-қуат береді. Қорытынды. 31 тамыз балықтар үшін шабыт, махаббат және рухани тепе-теңдік табатын ғажайып күн. Қорытынды. Құрметті жұлдыз жорамалға сенетін достар, бүгінгі 31 тамыз әрқайсымыз үшін ерекше қуат пен жаңа мүмкіндіктерге толы күн. Бұл күні әр белгі өзінше жарқырап, армандарына бір қадам жақындай алады. Жұмыста табыс, қарым-қатынаста сүйіспеншілік, ал денсаулықта жаңа серпіліс күтіп тұр. Ең бастысы, ниетіңіз таза болып, ойыңыз бен сөзіңіз жақсы бағытқа бұрылса, барлығы өз жолымен келеді. Өмірдің әр сәтін бағалап, жақындарыңызға жылы сөз айтуға ұмытпаңыз. Бүгін басталған игі іс ертең үлкен жетістікке алып барады. Көңіл күйіңіз көтеріңкі, ал жолыңыз ашық болсын. Достар, егер жұлдыз жорамал сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылып қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді.